Қажымұқан, қар күреген бала. Ақпан қаңтардың сақылдаған аязы, қыламықтап, қырау ұшқындап барлық заттың сыртына мұздан сауыт кигізіп тұрды. Қызылжар қаласының орталық көшесіндегі бір қорада, үлкен сарайдың темір қақпасы кең ашылып, ішінен хөп балаған даусы естіліп жатты. Бұл саудагер Иван Ногичтің қоймасы еді. Күзде сойылған малдың еті мен майы енді ішкі Ресейге жөнелтіліп, оны таситын 60 бар ат, шана жұмсайтын кіреші бай Орли Масликов кіресін алып еді. 30 пұт май құйып қатырған кеспекті 10 адам жабылып орнынан қозғалта алмай жатты. Сарай ішіндегі дауыс солардың үні. Қораны басқан қарды күреуге жалданған 16-тағы жас бала сарайға қайта-қайта қарай берді. «Ей, сенің әкеңнің аты кім?» деді бүрме қара тонды қойманың басқарушысы. «Оны қайтесің? Сұраймын, құда түсейін деп пе едің?» «Айтатынды айта бер» деді кішкене көзін сығырайта қараған бала. «Сен онда неге қарайсың? Қарыңды күреді, тиісті тиын тебеніңді алып құры. Бөгде нәрсеге бұрылып қараудың саған қанша керегі бар? Сен маған сонда не істеп жатқандарыңды түсіндірші. Тау көтеріп жатыр. Сонда сарайға кірген тау көтерілмей жатыр ма? Ой, мынаның сөзі 30 пұттан гөрі ауыр жатыр екен. Жібер сарайға көтерілмей жатқанның не екенін көрсін» деді қақпа алдында тұрған саудагер. «Ей, бар енді, әне, мырза көрсін деп тұр. Көрсін емені» деп қар күреген бала есік алдында тұрғандарды қағамаға сарайға кіріп келді. Басқаны бөрліктірген аяз оған шыбынсы жаз сияқты. Үстіне мақталы жыртық шапан, белайын беліне қыстырып, бас киімін қолына ұстап, қимылдап жүрген кісілерге аңырая қарады. Тұрған орнынан жарты кездей ғана жерге әрең жылжыған кеспектің қасына жақындап, иығымен қағып астындағы қалың тақтайды сықыр еткізді. «Көтерілмейтін тауларың осы ма? Саған жеп-жеңіл көрініп тұр ма? Әй, тайрай, сонда сөз деп тұрсыңдар-ау. Тау дегенге таңырқасам, бұл шелектей ағыдыс қой. 10 кісі жабылып, қаланы балап бастарыңа көтеріп жүргендерің осы ма? Өздерің шетке асырылып, тиейтін шанаңды есік алдына әкеле беріңдер. Әй, әдемі тұлыптылар, қалбылақтап жүріп, бір жерлеріңді қақтырып аларсыңдар, кең қаш». Мұнаның сөзі қандай дөрекі? Қожайындарға қалай түйеден түскендей сөйлейді десті мұртына мұз қатқан жұмысшылар. Бала еңкейе беріп кеспекті иығымен нағырақ тіреп қағып жіберді. Астына салған ломдар мен қадағаштар шатыр күтіретіп, біріне-бірі қағысып, бастары шошаңдасты да, 30 пұт тоңмай құйған кеспек екі-үш қаққанда жел құшқан ебелектей домаланып сарайдың есігіне барып та қалды. Енді бір сәтте шойтабан екі зауыт атын жеккен жүк шанаға кеспектің қалай барып түсіп қалғанын тұрғандардың көзі шалмай да қалды. «Ей, мынау не істеп жіберді? Не істеген көрмей тұрмысың?» Оның орнынан қозғай алмаған кеспекті шанаға апарып салық қойды. Не де болса, оның көтерілмағанды бір өзі көтере салды, жарайды. «Міне саған 50 тиын» деді май салған кеспектің қожасы. 20 тиынды мен берейін деді Масликов. Кең барқыт шалбарының қалтасына бар жиған семіз қолын соғып жатып. «Майлыбай, қанша қорбаңдасаң да, қолыңа бір сомдық сарышына қыленбеді-ау» деді екі бай бірін-бір әзілмен қағытып. «Сен енді байдың, қар күрегеніңе тиын алына» деді қораны күретіп жатқан қамбаш. «Уәделескен 15 тиынды әкел. Мен бай кісі емеспін, сол маған тамақ болады. 70 тиынды ауылдағы отырған әжеме жіберем» деді. Жалпақ қайын күрекпен шөмелеген қарды биек қорадан асыра лақтырып жатқан, беті бұрқыраған термен буланған бала. «Орли, сен мына қазақты қолыңа түсіріп ал, кірешіңе мұндай адам керек қой. Ол реті келгенде 20 кісінің жұмысын істейді. Жотасын қарашы, буыны қатпаған бала, шойыннан құйған алыптардың ескерткіші сияқты. Өзімді солай ойлап 20 тиын сыйлап тұрмын, бірақ ол 20 кісінің тамағында ішеді ғой. Өзің айтқандай, буыны қатпаған бала созыла беретін резеңке қанар сияқты болады. Немене саған үсіген картөппен
Есілдің сасыған шабағы жетпей ме? Бере бер, астырып. Я, оның да есебін табармын. Қысы жазы құмырсқадай шұбыртып жүргізіп отырған кіреге мұндай күш керек. Әсіресе ұзақ сапарға таптырмайды. Бала қарын күреп болып, тиынын алған соң, Масликов қойын дәптерін алып балаға жымия қарап, әңгімеге кірісті. Бала, сен қайдан келдің, а? Мен білем, сен Қызылжардікі емес. Қай болыс, қай ауылдікі? Ақмола облысы, Сарытерек болысы, Құрам ауылынан. Әкеңнің аты кім? Мұңайтпас, Ернақып. Өз атың кім? Мұқан, оны қайтесің? Сені мен тамыр болғың бөліп тұр. Тамыр болып ат мінгізесің ба? Жарайт мінгізейін. Сен маған жігіт боласың, дұрыс па? Болайын, айына не бересің? Мен саған бәрін берем. Тамақ менен болады, сенің киімің жоқ, киім берем. Мына үлкен жігіттерге қандай айлық берсем, сондай айлық берем. Айың 1 сом 80 тиын. Ей, тамыр, оның аз ғой. Рас, мен жұмыс іздеп келдім. Әжем, әке шешем бар. Кедей кісіміз. Ең болмаса менің тапқаным солардың қаншай нанына жететін болсын. Аздап қосын құра. Менен басқа кісі саған 80 тиыннан артық бермейді. Мен сені аяп, үлкен жігіттерге беретін айлық беріп тұрмын. Оның үстіне мына алпамсадай денеңе, оны киіммен жабдықтауға, ішетін тамағыңа, 2-3 жігітке беретін қаржым артық шығатынын білесің бе? Бала ойланып тұрып келісім берді. Келешектегі әлемдік балуан Қажымұқан Масlikovқа осылай келіп, жалшылыққа тұрды.